Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге ортасы толығымен пісіп, ешқандай ас сода, разрыхлительсіз, булочный болып шығатын панкейктің рецептімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Бізге қажетті ұн, жұмыртқа, сұйық май, тұз, қант және ұн. Алдымен жұмыртқаны ағынан сарысын ажыратып аламыз. Жұмыртқаның сарысын ақ көбік болғанша қант қоса отырып миксерлейміз. Сүт құямыз. Тағы да біраз мөлшерде миксерлейміз. Ұнды електен өткізіп қосамыз. Бірден миксерді қоспай, ақырын ғана араластырып алып, содан соң миксерді қосамыз. Бірден қосатын болсақ, ұн шашырап кетеді. Сұйық май құямыз. Бізде осындай масса пайда болды. Енді осы венчиктің міндетті түрде жуып, кептіріп аламыз. Енді жұмыртқаның ақ уызын миксерлейміз. Венчиктарымыз құрғақ болуы тиіс. Ақ көбік болғанша миксерлеп, тұз қосамыз. Енді жаңа дайын болған массаны қосып, араластырамыз. Табаны отқа қойып, таба қызғаннан кейін панкейктерді құйып, бір жағы піскен соң екінші жағына аударамыз. Таңғы асқа жасап, балмен және де шоколадпен ұсынсаңыздар болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Салтанат. Видео ұнаса лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.